Барлығымыз болашағымызды жарқын етуге көмектесетін қызықты саяхатқа шыққымыз келеді. Біз алға ұмтылуға кедергі келтіретін сенімсіздікті қалай жоюды, сенімділікті қалай қалыптастыруды үйренгіміз келеді. Егер сіз өзіңізді тоқтап қалғандай сезінсеңіз, өзіңізді басқалардан төмен санасаңыз, немесе өмірге сенімділікпен, ынта-жігермен, мотивациямен қарай алмайтын болсаңыз, сіз қазір өмірге наразысыз. Өкпе, реніш, кек, наз, кінә, өкініш, жағымсыз сезімдер. Өткен өміріңіз қандай болмасын риза болу, бүгінгі күннен рухани ләззат алу және болашақтағы сізді күтіп тұрған нәтижелерге қанағаттанудан асқан қызықты саяхат жоқ. Шексіз сенімділік жағымсыз сезімдерден толық арылған кезде ғана орнайды. Бойымыздағы сенімділік өзгелерге де сеніммен қарауға көмектеседі. Ұлы шешімнің бастамасы өзіңізге деген сенімділікте жатыр. Жаратқанға сенім секілді, өзіңізге деген сенім де көп ғажайыптар жасай алады. Өзгелердің пікірі сіз үшін шындыққа айналмауы тиіс. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу міндетті емес, бірақ ұлы болғыңыз келсе, бастау сіздің парызыңыз. Қазіргі заманның нашар тұстарының бірі өзіне сенімділердің ақымақ болуы, ал кішкене болса да ой-қиялы мен түсінігі барлардың күмәнға толы болуы және тәуекелге бара алмаулары. Сенімділік табысқа жетуге деген құлшынысты арттырады, бойға қуат береді, әбден айқындалған әмір беруге немесе жеке іс-қимылға шақырады, яғни дереу әрекет жасауға итермелейді. Бұл өмірде сіз махаббатқа лайықсыз. Еш уақытта үнсіз қалмаңыз. Құрбанның рөлін сомдаудан аулақ болыңыз. Өміріңіз жай ғана қабылдай салудан құралмағаны жөн. Өзіңіздің бірегей екеніңізді мойындаған кезде өзгелердің бұл ойыңызбен келіспеске амалы болмайды. Өмірдің сіздің не күтетіні туралы сұрамаңыз. Тек тірі жүру үшін ненің көмектесетінін біліңіз. Артынша сол іспен айналысыңыз. Өткен әлемге, өмірге құштар адамдар керек. Адамның ойы ұшқыр болатындықтан санаңызды ұлы ойлармен қоректендіріңіз. Өзіне артық жүк арқалайтын адам көп іс тындырады. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар.